Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Жаннұр. Бүгінгі видеода сіздермен өте дәмді хычынның рецептімен бөлісемін. Хычын бұл бізде дәстүрлі наным-сенім дәуірінен бастау алған қара шай балқар асханасының ұлттық тағамы. Сіздерге осы ашытқысыз дайындалатын жұмсақ шелпектерді дайындап көруге кеңес беремін. Қамыр үшін бізге сода, тұз, ұн және айран керек болады. Кез келген пайыздағы айранды қоса беруге болады. Алдымен айранымызға соданы қосамыз, содан кейін араластырамыз. Бұл кезде бізде реакция жүреді. Содан кейін тұзымызды саламыз және де араластырамыз. Осындай видеода көрсетілгендей шариктер шығады. Енді біз қамыр илейміз, ол үшін електен өткізіп ұнды саламыз. Қолмен илеуге жеткен кезде осылай қолымызбен илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын, енді бұл уақытта начинкамен айналысамыз. Осылай бетін жауып қойып қойсаңыздар болады. Әр картопты осылай екіге бөліп пісіріп аламыз. Картопымыз пісті, мен қазір қасына брынза қосатын боламын, оны сіздер қоспай қойсаңыздар да болады. Брынзамен де өте дәмді шығады. Үстіне қажетінше сарымай салып, осылай тағы да езгілеп алдым. Осыдан кейін укроп және брынзаны салып тағы да езгілейміз. Қамырларды осылай дөңгелетіп бөліп шығамыз, менде шамамен 10 тал шықты. Картоптарды да домалақтап аламыз. Бір қамырдың ішіне бір шарик картопты саламыз, содан кейін осылай домалақтаймыз. Барлық қамырды осылай дайындап қоямыз. Енді барлығын жұқалап жайып аламыз. Ешқандай майсыз құрғақ табада екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Пісе сала ыстық кезінде мұздай сарымайды осылай жағып шығамыз. Көптеп жаққандарыңыз дұрыс болады. Осылай 4 бөлікке бөлдім, сонымен біздің хычынымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің түсіріп жатқан видеоларым ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.